Ұялы телефонды ойлап тапқан адамға алғыс айту керек пе, әлде қарғыс айту керек пе? Адам баласы мұның әлі ақ қарасын танығанша да бізге біраз уақыт керек шығар. WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram дегендерсіз қазір қазақ өмір сүре алмайтын қалге жетті. 80-ге келіп селкілдеп отырған шал кемпірдің өзі бірдеңе білмей қалса, Google'ден теріп біліп беріңдерші дейтін болды. Сәбилер айтшы, шыңғырып жатқан кезде қолына ұялы телефонды ұстата салсаң, дереу жұбана қояды. Ал күні түні өзінің көзінің майын жеп, осы телефонға телміріп отырғандар қаншама? Венера желі арқылы 30 жыл бұрын басқа облысқа күйеуге тиіп кеткен құрбыларын тауып алып, қазір телефонға жабысып қалған. 30 жыл бір-бірінен хабар алмаған үш құрбы бір апта болды. Телефонмен 30 жылғы өмірлерін айтып біте алмай жүр. Индира мәдениет қызметкері болғасын, кешкісін үйге келгесін қолы бос. Венера кәсіппен айналысады екен. Күні түні шапқылап қолы босамайды. Толқын үй шаруасындағы әйел жағдайын күйеуі жасап отырғандықтан тек қонақ күтіп, қонаққа барудың қамымен жүреді. Құда жекжаты сыйласатын танысы көп. Той-томалақтан қолы босамайды. Үшеуі сонау 90-шы жылдары барлық қазақтың баласы сияқты арман қуып Алматыға келіп, жұмысшылардың жатақханасының бір бөлмесін жалдап тұрған. 90-шы жылдары елдің бәрі базар жағалап кеткесін, Венера мен Индира сабақтан келгесін құр жатқанша деп біреуі мәнті, біреуі тауық сатуға шықты. Толқын Алматының атақты жұмыс істейтін болған соң, оның базарға баруға қолы тимейді. Ол кезде қазіргі грилі пісіретін пеш жоқ. Тауыққа Қытайдың әржикасын чылқылдатып, жағып, газдың астындағы пешке пісіріп алса, екіншісі 1 келі парыш сатып алып келіп, оған 3 келі пияз қосып, бір қасқа мәнті жасап алады да, екеуі кешкісін қол ұстасып вокзалға барады. Сол кезде халықты вокзал мен базар асырады-ау. Вокзалда, жайма базарда арақ шарап темекі сататын әйелдер бұл екеуіне ат қойып алған. Біреуін пияз мәнті десе, екіншісін қара күриса дейді. Оларға бұлар да оларың не демейді. Өйткені келген адам тамақ сұраса, әй мәнті, немесе күриса, келіңдер, тамақ аламын дейді. Деп көбінесе сол сатушы апайлар шақырып сатуға көмектеседі. Конкурент өте көп. Кім кастрөлін көтеріп бірінші келеді. Клиентке сол сатады. Бұлар студент болғасын, ел сияқты күні түні жүрмейді. Кешкісін барып, 5-6 сағат жары не көріп берем десе, екіншісі сошне мәнті берем деп айғайлап түнгі 11-12-лерде қайтып келеді. Түнгі 1-ге дейін 5 тауығы мен 1 қасқа мәнтісін сатып қайтса, екеуінің бақытты адам жоқ. Венера сол кезақ пысық болатын.
5 тауығын сатып алады да бұның мәнтісіне кіріседі. 5-6 сағат тоқтаусыз ары-бері жүре берген оңай ма? Бөлмелеріне келесі қатып келеді. Келеді де құлайды. Талай рет екеуін толқын оятып: «Әй, екі саудагер, Құдай үшін мәнті күрейса берем деріңді қойыңдаршы, ең болмағанда түнде айғайламаңдаршы» деп жалынатын. Индира түнімен мәнті берем деп айғайлап шықса, Өнара жатып алып: «Жарения күрейса берем, күрейса» деп айғайлайды екен. Сол кездерде Индираға қасыңдағы екі қыз: «Өміріміздің соңына дейін мәнті жемейтін шығармыз. Сенің өтпей қалған пияздан жасаған мәнтіңді күнде жеп өлетін болдық. Одан қалса түнімен мәнті берем деп айғайлайсың. Сенің мәнтіңнен құтылмайтын болдық» деп күлдіретін. Бұрында үлкен кісілер қайран жастық шақ десе түсінбейтін екен. Міне сонау аш жалаңаш рекеттердің дүрілдеген жемқорлық шегіне жеткен, жұмыссыздықтан ел тентіреп, базар вокзал жағалап кеткен заманға тап келген жастық шағын үшеуі телефонмен жырлап жүргендеріне 1 апта болды. Қазір үшеуі сол кезде базар жағалап кеткеннің барлығы дерлік қазақтар. Неге бұлар орысша сөйлестік екен деп таңғалады. Алатында, сататында қазақ, бірақ тілдері келсін келмесін орысша саудаласады. 1 ай емес, бірнеше жыл бірге тұрған қыздар ақыры телефонмен айтқан әңгіме бөлек. Бетпе бет баяғыдай бірге жатып таңға әңгімелесейік, шерімізді тарқатайық деп санаторийге бірге баруға келісіп жолдама алды. Бұлар жатақхананың бөлмесінен кеткен кезде 21-22 жастағы үлбіреген қыздар еді. Санаторийге келген үшеуі 50-ден асқан, балалары үйлі баранды, немере жиендері бар, өмірдің талай қырым-жырымдарынан өткен бәйбішелер болып кездесті. Бір-біріне қарайды да күледі. Таң қалатыны үшеуі де жастық шақтарында неден қашса соған барыпты. Сарағаш санаторияның бір бөлмесіне орналасқан 3 құрбы басында бір-біріне тосырқағандай бір-бірінің бетіне қарап отырып қалды. 30 жыл деген бір адамның өмірі. Басында үшеуі тура бір-бірін көрсе, жастық шақтарына қайта өтіп кететіндей алып ұшқан. Қараса өмір салттары да, өздері де мүлдем бөлек адам болып қалыптасыпты. Өмір кез келген адамды өзгертеді екен. Негізі күнделікті болмаса да, хабарласып тұрмасаң, туған бауырдың өзі жат болып кететіні шындық. Көзден кетсе, көңілден кетеді деген осау, деді үшеуі. Амандық саулықтан кейін айтар әңгіме таппай. Ем-домдарын алғасын қашанға жатады. Үшеуі жайлап сыртқа шықты. Толқын жас кезінде сұлу болғасын
жігіттер артынан қалмайтын. Сондықтан еркек адамның ілтипатына үйреніп қалғандықтан жан-жағына қарап, өздері сияқты 2-3-тен бөліп алып, салқынмен серуендеп жүрген орта жастардағы ер азаматтарды көріп, көз жанары жалтылдап, қыздар, жігіттер көп екен, танысып, кешкісін Ташкенттің мейрамханасының бірінен тамақтанайық та, деді. Тоқа-ау, бұрынғы майысып тұрған қыз емеспіз. Бізге ол шалдар қарай ма? Жас келіншектер толып жүргенде, деді Индира жан-жағына қарап. Өнара күліп, Индираны жас кезіндегі Гандидің құрметіне қойылғанын естіп алғасын Ганди дейтін әдетіне басып. Ганди, неге еркектер үшін жауап беріп жатырсың? Әркімнің талғамы бар. Мысалы, сен құшақтаған еркектің құшағы толады. Үйінде бір селеткадан қашып келген еркек бар шығар арасында, деді. Толып кеткендіктен ары-бері теңселіп келе жатқан Индираны құшақтап. Үшеуі селетка деген сөзді естігенде күлкіден құлап қала жаздады. Өздерінің тілімен айтқанда сонау ақырзаман кезінде қастарындағы бөлмеде бір арыз қой, бәлеқор Динара деген кәрі қыз тұратын. Қит десе, коменданты одан қалса әкімшілікке арыз жазып, елдің бәрін зар жылататын. Елдің бәрі одан бәледен машайық қашыпты дегендей алысырақ жүруге тырысатын. Бір күні жатақханаға өзі қатарлы бір жігіт орналасады. Ең бастысы, қолында неке сақинасы жоқ. Содан Динара кешкісін дастархан жайып, ана жігітке күнде болмаса да күнара шай беріп жүреді. Бір ай өтеді, ана жігіт шайын ішіп тойып алады да, рахметін айтып кете береді. 2 ай өтеді, әлі ұсыныс жоқ. Содан бәрін арыз жазып қорқытатын әдетіне басып, үйлен, немесе жұмысыңа барып арызданамын, дейді ғой. Сонда жігіт, шырағым, берген чайыңа рахмет, өзің шақырғасын келіп жүрмін. Әйтпесе адам қызығарлықтай қызсың ба? Сендей селетка үйде де бар. Онымен ажырасып, сені аламын ба деп кетіп қалады. Оны өзі елге айтып, мені селетка деді деп, комендантқа арыз жазып, ақыры ана жігітті жатақханадан бездіріп жібереді. Өйнчүк, Алматыдасың ғой, сол Динара қайда екен? Біз кеткенде сол жерде қалып еді ғой, деді Индира күлкіден серкілдеп. Өнара, құрысын айтпаңдар. Мына үшеуі тағы бірігіп алып, Совет жастарына жараспайтын сауда жасап жүр деп арыз жазар. Осыдан 10-15 жыл бұрын көтерме базардан дүкенге заттар алып, алба-жұлбам шығып келе жатсам, тәтең орыстың кемпірлері сияқты қолына жарты бөлке наны мен бір кішкентай балығы бар алдымнан шықты. Қанша жыл өтсе де танып қойды. Бұрылып кетер жол жоқ, бетпе-бет келгесін амандассам, мен сенің өстіп базарная баба болатыныңды білгемін деп кетіп қалды ғой.
Не күлерімді, не жыларымды білмедім. Содан кейін кескіктірген жоқпын. Қазір базарға бармайтын болдық қой. Бұрынғыдай тентіреп заттың өзін жинамайсың. Бәрін фермалар өздері әкеп толтырып қояды, деді күліп. Әй, талай қанымызды ішіп еді. Үлкендерді партиямен, бізді ректормен қорқытушы еді. Қазір не істеп жүр екен? Сондай адамдар негізі көп екен. Бір ауылда бір арыз қой міндетті түрде болады екен, деді Индира ойына бірдеңе түскендей қабағын шытып. Үшеуі кешкі астарын ішіп алғасын бөлмелеріне келіп, телефон арқылы отбасыларының амандықтарын біліп, керіліп созылып төсектеріне жата кетті. Өнері ары-бері аунап, ыңғайланып жатып алды да. Қыздар, сендерді қайдам? Осы 30 жылда менің басымнан не өтпеді дейсіңдерші? Жарени күрдан басталған сауда әлі сол жанталас. Байып елдің алдына шығып кетпесем де, әйтеуір қалада тұрақтап қалдым. Телефонмен де айттым ғой, 3 балам бар деп. Бірақ күйеу дегеннің бабын таппадым ба, әлде менің бабым табылмады ма? Әйтеуір тұрақтамады. Сендер бір күйеумен ағарғандарыңды естіп, телефонмен айта алмадым. 3 баламды 3 байдан таптым. Түсінгенімше, бірінші байдан бағың ашылмаса, екінші, үшіншісіне тиюдің қажеті жоқ екен. Бірақ пенде болғасын, бақыттан дәмеленіп бір мықты еркектің ыңғайына көніп, иығына басыңды қойып, барлық проблемаңды соның мойнына артып, өзің кинодан көрсететін ақ қалатты киіп алып, қолына көпе ұстап, жаным деп майысып үйде отырғын келеді екен. Бірақ қайдан? Мен тиген еркектер керісінше бастарын менің иығыма қойып, проблемаға тығып кетеді ғой. Бірінші күйеуім 3 жыл тұрдым. Тұңғышымды босанғасын, сауда істеймін, ары-бері жүруге машина керек деп, пәтер алмай машина алдық. 1 ай толар-толмас күйеуім машина мен бірге жоғалып кетті. Іздемеген жерім жоқ, не өзі, не сүйегі табылмады. Кейде ойлаймын, бекер машина алып бердім бе деп. Машинадан түспей қойып еді марқұм. 7 жылдан соң сот өлді деген шешім шығарып берді. Сөйтіп жесір қалдым. Екінші күйеуім вокзалдан таптым. Жабайы сауда жасауға болмайды дегесін, вокзалдан дүңгіршек ашып алғамын. Қасымдағы дүңгіршектің иесі үйленбеген менімен жасты жігіт еді. Қырындап қызыңа әке, өзіңе сүйеу боламын дегесін, пысық, тірлігі бар жігіт қой деп ойлап үйленіп алдым. Ақыр соңында 10 жыл дегенде әрең жеткен пәтерімді бөлісіп, қызымды жетектеп, содан туған ұлымды көтеріп, қайта пәтер жалдап кеттім. Біріншісі машина алып жоқ болса, екіншісі маңдай теріммен тапқан пәтерімді жартысын алып кетті. Қыздар, үшіншісі туралы айтсам, мені ақымақ дейсіңдер, деді екеуіне қарап. Уенок, сені ақымақ деп ешқайсымыз айта алмаймыз. Тағдырыңның тәлкегі шығар. Негізі Құдай адамға не көтере алады, соны ғана береді екен. Сен мықты болғасын, сондай еркектер жолыққан да. Қайсы бірін айтайын? Үшіншісі игрок болып шықты. Ойынқананың ұрдажық
жігіттері келіп, күйеуінің бізге бәленше ақша қарыз деп күйеуімді дүкенімді тартып алды. Одан естелікке бір ұл туып алдым. Сөйтіп 3 баланы сүйрелеп жүріп өсірдім. Сөйтіп жүріп жатқан жайым бар. Еркекке жоламайтындай аузым күйді. Қызды ұзаттым. Ұлдар да әне-міне үйленеміз деп отыр. Сендерсіз өткен 30 жыл осылай арпалыспен өтіп кетті. Сенсеңдер де сенбесеңдер де санаторий дегенде бірінші рет дамылдап жатырмын, деді де үнсіз қалды. Үшеуі де келісіп алғандай бірдей күрсінді. Өңчік, өз кәсібі бар, сен бірінші рет келдім деп отырсаң, маған тіпті шағымдану ұят шығар. Мен де сендерді сағынғандықтан құрбы қыздардан қарыз алып келдім. Жалғыз ол өз отбасын әрең бағып жүр. Өздерің білесіңдер, ерте жесір қалдым да, сол жалғыздың тілеуін тілеп отырып қалдым, деді Индира. 50-ге келіп кемпір сияқты жалғыздың тілеуін тілеп отырмын дегенің не сенің? Балаң отбасын құрыпты. Құдайдың алдында да, адамның алдында да сенің қарызың жоқ шығар. Біреуді таппайсың ба, деді Индираның сөзіне толқын күйіп кетіп. Индира ары-бері аунап көрді де, ақыры болмағасын төсегіне отырып алып. Қыздар, өз балаң өзегінен тепсе де кетпейді дейді ғой. Асырап алғасын тастап кетіп қалама деп қорқасың, деді де кемсеңдеп жылап қалды. Индираның жылағаны батты ма, әлде өздерінің қайғы мұңы жатқызбады ма? Екеуі де жатқан жерлерінен тұрып отырды да, Венера, Ганди, балаң білмей ме асыранды екенін? Индира жоқ дегендей басын шайқады. Өзіме ештеңе айтқан емес, бірақ кейде байқаймын, білетін сияқты. Біз ауылда тұрамыз ғой. Ауылда өсек жата ма? Біреу болмаса, біреу айтқан да шығар. Күйеуім болса, қорықпас едім. Марқұм үстінен түйе өтіп кетсе де, былқ етпейтін адам еді ғой. Өздерің білесіңдер, деді. Иә, жақсы адам еді. Бейшара, саған сөйлеуге бата алмай, күнде пияз сұрап келе беруші еді ғой, деп үшіншісінің ойына сары жігіт түсіп күліп алды. Сен жоқ болсаң, кәдімгідей әңгімесін айтып отыратын. Сен кіріп келсең, кекештеніп, бір сөз айта алмаушы еді, деп бөлмені бастарына көтеріп күліп алды. Адамның басынан дәурен тез өтеді екен. 40 жасында жүректен кетіп қалды. Үйленгесін тез толып кетті. Сүйсек жүрегі ауырады екен ғой. Нан таппай жүрген кезде қайдағы дәрігер? Өзі де ештеңе айтпады. Кейіннен бала болмағасын тексерілгенде білдік. Сол жүректің кесірінен бала да болмады. Баланы қайдан алдыңдар, деді Венера. Менің қайнапкем шағын бір темір жол станциясында жұмыс істейді. Бір күні соған қолында жас сәбиі бар, өзі де жап-жас қыз келіп, апай, балама қарай тұрыңызшы, тамақ сатып келейін, деп қолына 2-3 апта болып қалған баланы ұстатып, бірдеңелерді сатып тұрған дүңгіршектерге қарай жүгіріп кетіпті. Ойында ештеңе жоқ апайымыз баланы ұстап, қыздың артынан қарап тұрады. Қыз жейтін анау-мынау алып тұрғанын көрген. Одан кейін адам абыр-сабыр болып кетеді де, қыздан көз жазып қалады. Поездың уақыты толып жүре бастайды. Ол кісі шошып кетіп, баланы әр вагондағы жолаушыларға
көрсетіп жан ұшыра жүгіреді. Болмағасын радио рубкаға барып поезді тоқтатып хабарлайды. Баланың анасы жер жұтқандай жоқ болып кетеді. Поезд қашанға тұрады? Баланы тастап жүріп кетеді. Содан баланы алып апайымыз үйіне келеді. Өткізе салатын шағын станцияда жетім балалардың үйі де жоқ. Полиция азар да безер болады. Баланы біз не істейміз деп. Үйге алып келген кезде ғана ойына інісінің баласыз жүргені түседі де, түн ішінде басқа ауылда тұратын бізге алып келеді. Құдайдың өз қолыма әкеп берген баладан айырыламын ба? Асырап алдым. Сол кезде көрдім, бала асырап алудың қаншалықты машақатын. Титтей баланы тастайтын адам жоқ болғасын, барлық жерге көтеріп барамын. Әр кабинетке кірген сайын баламды алып қалуға тырысады. Ойбайлап жүріп алып шығамын. Қазір ойласам төбе шашым тік тұрады. Нұрлан сол кезде-ақ ауырып жүрген. Дәрігерлер ештеңе істей алмаймыз. Одан да үйге барып күтінсін деп ауруханадан шығарып жіберген. Балалы болғасын өмір сүргісі келіп, баламнан немере сүйемін деп өз-өзін күтіп 40 жасқа дейін өмір сүрді ғой деп ішінде бәленбай жыл сақталған сырын айтып, босап қалғандай отырған жерінен жастығын түзеп, үх деп демін бір шығарып жата кетті. Үшеуі үнсіз қалды. Өз ойларымен отыр. Толқын. Әңгімеміз бүгін балалар туралы болыпты ғой. Мен де ішімдегі шерімді сендерге айтып тарқатайын. Менің тұңғыш балам егіздің сыңары. Ол кезде жаспыз. Әлі онша қолық сұмдықты білмейтін кез ғой. Қазір болса басқаша болар ма еді? Егіз баланы аман есен босандым. Екеуін не өз көзіммен көрдім. Бір бала босанғанда жаның қалмайды. Ал егіз босанғандар ғана түсінер. Екі баланы ортасына жарты сағат салып босану дегенді. Құдай басқа бермесін. Есің ауысып қалады. Түннің бір уағында босанған мені бір жаққа, егіздерді бір жаққа алып кетті. Ертеңгісін есімді жинағанда дәрігерлер ата енем күйеуімді шақырып бір баланың шетінеп кеткенін айтып, нәрестенің денесін берді. Кеше ғана сап-сау деген дәрігерлер патология деп шыға берді. Неге екенін білмеймін, әйтеуір шетінеген менің балам емес деген күдік пайда болды менде сол кезде. Біреуге менің баламды ауыстырып беріп жіберді деген күдік жанымды жегідей жеп, ақыры сол арқылы сәбиді қайта қаздырып алып, эксгумация жасаттым. Өздерің білесіңдер, шағын ауданда тұрамыз. Адамдар бір-бірін жақсы таниды. Сол кезде қарға қарғаның көзін шұқымайды дегенді білмеппін. Бас дәрігердің өзі жүгіріп жүрді. Сол кезде экспрессия менің балам деп анықтама берді де істі жапты. Неге мен басқа облыстан сарапшыларды шақырмадым деген ой қазір жанымды жегі құрттай жейді. Қазір ананың жүрегі өз баласын таниды ғой. Көрдегі менің балам емес, менің балам тірі,
екеніне әлі сенімдімін деп көз жасын сығып алып, бұның бетіне үн-түнсіз қарап отырған құрбыларына қарап, міне менің жағдайым осындай деді. Үшеуі тағы да бір уақытта күрсінді. Жұбатарға сөз таппады. Апам қатты стресс алған кезде ми соны өшіріп тастайды дейді. Яғни ағза өз-өзін қорғайды деген түсінік бар медицинада. Жас болдың, өлім деген нәрсені қабылдай алмадың. Дәрігерге сенің балаңды ауыстыру не үшін керек, деді Өнара толқынға. Білмеймін, мүмкін біреуге бала қатты керек болған шығар. Дәрігерде адам ғой, біреуді аяған шығар. Мүмкін ақша берген шығар. Білмеймін, бірақ бір нәрсені білемін. Балам тірі. Одан кейін де бірнеше бала босандым ғой. Бірақ сол бала жүректе шемен болып қатып қалды. Сол оқиғадан кейін рас өтірігін өздерінен арнат тапсырдым. Біздің туысқан апайымыз Алматының бір сауда үйінде жүргенде тура менің балама ұқсайтын баланы көріпті. Асан сол кезде ондарға келіп қалған. Содан менің балам екен деп Асан, Асан деп артынан айқайлайды. Бірақ бала естімеген сияқты кете береді. Ары-бері сапырылысқан адамдар көп болғандықтан баладан көз жазып қалады. Содан сол апайымыз бізді қалада жүр екен деп ойлап маған хабарласады. Ол кезде бала шағамызбен үйде болғанбыз. Яғни ауылда. Содан апай Асан екен деп қалдым. Аумайды деп енді тыныштана бастаған жүрегімді қайта ауыртты. Солай бетім жылтыр, ішім жанып жатыр, қыздар. Ең жаманы, қасыңдағы адамдарға ішкі сырыңды айта берсең, сені жынды деп ойлайды екен. Сондықтан ешкімге айтпайтында болдым. Сендермен демалуға барамын деген кезде біздің үйдің отағасы менен армен сол қатты қуанды. Сендерді сырттарынан жақсы біледі ғой. Күриса мен Мәнтіні тауып алдым дегенде, санаториядан кейін үйге ертіп кел деп жіберді. Отбасылық өмірімнің басы осылай шым-шытырықпен басталған. Қазір Құдайға шүкір 5 балам бар, немере жиен де бар, бірақ жүректегі жара арқылы ақыры жазылмады. Естімеген елде көп деген осау. Кинода ғана болады ма десек, мұндай оқиға деп Индира орнынан тұрып, даусы қарлығып қалған Толқынға стаканға су құйып берді. Толқын судан бір-екі ұрттады да, қыздар рахмет деді. Не үшін деді екеуі бірдей. Айналамдағы адамдар мені жынды деп есептейді сол кезде, өйткені қолымда сарапшылардың анықтамасы бар. Бірақ қоймайды, соған қарағанда кішкене ауытқуы бар дейді сыртымнан. Басында бәріне дәлелдегім келіп ашуланып шыға келетімін. Кейіннен жынды солқын атағасын. Менің ішкі жан дүнием кімге керек? Менің балам бар ма, жоқ па? Ешкімнің оған басы ауруы керек емес екенін түсінгесін. Ешкімге ештеңе айтпайтын болдым. Содан елдер мені жынды демейтін болды, деді күліп. Қазір тіпті ұмытып кетті ғой оның бәрін. Ойбай қыздар, қараңдар, таң атып кетіпті. Қалған әңгімені ертең жалғастырамыз. Құрысын жатайық дегесін, үшеуі
жайланып ұйқыға жатты. Толқын 10 минуттай жатып, Уэно Ганди таң атып қалды. Осындай кезде екеуің саудаға шығып кетуші едіңдер ғой. Мәнті берем, күрейса берем, деп. Талай шырт ұйқыда жатқан кезде шошып ояндым ғой, сендердің дауыстарыңнан. Ең бастысы біреуің бастасаң болды, 1 минут өтпей екіншің қосылатынсыңдар, деді сықылықтап. Үшеуі елдің бәрі ұйықтап жатқандарымен шаруасы жоқ. Саниториді бастарына көтеріп әбден күлді. Әйел деген осындай болады екен ғой, қыздар. Жылап тұрып күле алады, күліп тұрып жылай алады, деді Индира құрбыларына қарап.